Сәлем достар, жаз мезгілі басталды, қыстың қамын жазда ойла, қияр жауыпты үйренейік. Ең оңай жабу, тез жабуға болатын қиярды жауып үйренеміз. Ең бірінші банкымызды тазалап жуып аламыз. Әбден тазалап жуып аламыз. Суымызды газге қойып, қайнатуға қоямыз. Екінші құманымызға суымызды қойып, қайнағанша күтеміз. Қайнағаннан кейін банкымызды, жуылған банкымызды стерилизовать етеміз. Мен банкыны 10 минутқа қойып стерилизовать етемін. Содан кейін қиярымызды жуып, банкымыз стерилдегенше қиярымызды осылай жуып аламыз. Тазартып жуып, түктері болса қырамыз. Содан кейін бізге керегі сарымсақ, лавр жапырағы, бұрыш және қалампыр және укроп. Қиярымыздың екі жағын осылай алып тастаймыз. Тазалап алып, екі жағын алып тастап, қиярымызды дайындап аламыз. Және де бізге керегі уксус. 72% уксус. Банкымыз стерилденді. Енді осыған қақпағын жауып кішкене қоямыз. Содан кейін банкіге сарымсағымызды, қалампырымызды, гвоздика деп аталады, және бұрышымызды, дөмалақ бұрыштарды салып, лавровый листарымызды, лавр жапырақтарын және укробымызды салабыз міндетті түрде. Және тазалап алған қиярларымызды орналастырамыз. Әбден әдемі қылып орналастырып аламыз. Осылай орналастырамыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша салуға болады. Немесе қиярларды екі ортасынан бөліп те салуға болады. Содан кейін қайнатып суымызды, осы дайын болғанша суымызды қайнатып аламыз. Міне, менің каналым ұнаса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпайық, достар. Әр түрлі рецептер болады. Содан кейін осылай қайнап тұрған ыссы суымызды банкіге құямыз. Қиярдың үстіне құямыз. Құйып алып, қақпағын жауып, суымыз кішкене суығанша қоямыз. Міне, суымыз суыды ішіндегі. Содан кейін ішіндегі суын төгіп тастаймыз. Кейбіреуі сол суды қайтып қайнатады. Мен төгіп тастаймын. Төгіп, тағы да ыссы суды қайнатуға қоямыз. Суды қайнатуға қоямыз суымызды. Міне, ішіндегін төгіп тастадым. Келесі біз үстіне бір қасық, ас қасықтан кішкене кішілеу қасықпен бір қасық секер саламыз. Және екі қасық, жаңағы ас қасықтан кішілеу қасықпен тұз саламыз. Екі қасық тұз саламыз. Сосын газымызде қайнап тұрған суымызды осының үстіне құямыз. Суымыз қайнаған болу керек. Суымызды құйып, қайнаған суымызды құйғаннан кейін осындай жаңағы тұз салған қасықпен, ас қасықтан кішілеу қасықпен бір қасық уксус құямыз. Міне менің қасығым шай қасықтан кішкене үлкендеу. Қақпағын жауып, банк жабатын жапқышпен осылай жабамыз. Менікі автоматты түрде жабылатын кілт. Кейбіреулердікі жартылай автоматты түрде жабылатындар болады. Менікі тек бұрай саласын осылай. Автоматты түрде бұрап банкымызды
жауып аламыз. Менің каналыма қолдау білдіруді ұмытпайық, достар. Міне, банкымызды жаптық. Міне менің кілтім мынандай автоматты түрде жабылатын кілт. Тек бұрап жіберем. Бұрап тастайды. Жартылай автоматты түрлер болады, және автоматты түрде кілт болады. Қалындай бір шүберекті төсеп аламыз. Қиярымызды тексереміз. Қақпағынан су ақпайды мекен деп айналдырып тексеріп аламыз. Егер ақпайтын болса, дұрыс жабылған болса, жаңағы қалындау төселген шүберегімізге немесе көрпе болады, жаңағы соған жауып бітіп бүркеп қоямыз. Ертеңгі күнге дейін тұрады осылай. Сосын алып подвалға салуға, погребқа салуға болады. Міне, дайын. Назар аударып көргендеріңізге көп рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпайық, достар.